Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының бастамасымен 2024 жылдан бастап NIS Share жобасы жүзеге асырылып келеді. Жобаның басты мақсаты мектептерді дамыту және тәжірибе тарату бойынша әлеуетті арттыру үшін іс-әрекеттегі зерттеу Action Research тәсілінде оқыту. Жоба 2019-2022 жылдар аралығында Астана қаласының мектептерінде сәтті жүзеге асырылған Share жобасының тәжірибесіне негізделген. Жобаның жаттықтырушылары Ұлыбританиядағы Кембридж университетінің білім беру факультетінің құрметті профессоры Колин Маклафлин және Кембридж қаласындағы мектептің тәжірибелі директоры Кейт Эванс. Жобаның бірінші жылына 2024-2025 жылдары 20 мектеп кірді. Олар Астана, Атырау, Көкшетау, Қостанай, Өскемен, Семей, Талдықорған, Түркістан қалаларындағы 10 Назарбаев зияткерлік мектебі, сонымен қатар Астана қаласының 10 жалпы білім беретін мектептері қосылды. Жобаның екінші жылында 2025-2026 жылдары 19 мектеп қосылды. Олардың ішінде Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, Қызылорда, Павлодар, Петропавл, Тараз, Орал және Шымкент қалаларындағы 12 зияткерлік мектеп, сондай-ақ Астана қаласының 7 жалпы білім беретін мектептері қосылды. On and in classrooms to help improve the quality of teaching and learning. Әр қатысушы мектепте 5 адамнан тұратын команда құрылды. Оның құрамына мектеп директоры, директордың орынбасары және 3 мұғалім кірді. Мұғалімдердің бірі жоба үйлестірушісі болып бекітілді. Размышляя о своей роли директора в программе в целом и в команде Share в частности, я поделюсь наиболее важными лидерскими действиями. Формирование команды Share было важным этапом, которому мы уделили особое внимание. Также я позиционировал себя как активный и равноправный член команды, старался поддерживать ролевую модель по участию в обсуждениях и принимаемых инициативах. Зерттеу командаларының құрылуы бұл мұғалімдер арасындағы сенімді күшейте бастады. Бірлесіп жоспарлауға, бірлесіп ақылдасуға, кеңесуге, бағалауға және бақылауға келген кезеңде осы зерттеу топтарының командасы өздерінің тобындағы мүшелерді ертіп алып кетті. Яғни біз қазіргі таңда іс-әрекеттегі зерттеу әдісін қолдану арқылы әрбір баланың білім алуына жоғарғы талап пен жоғарғы жауапкершілік пен қолдау көрсетуді мүмкіндік ретінде қарастыра алдық. Моя роль как координатора заключалась в организации всех этапов проекта, от информирования педагогического коллектива до координации проведения исследований. Мне нужно было быть связующим звеном между исследовательской командой NIS Share и нашей школой, обеспечивать прозрачность и точность каждого шага. Action Research біздерді сабақтарында сыни тұрғыдан қарап, бақылауды жүйелі және рефлексия жүргізуді үйретті. Алынған деректерге сүйене отырып, оқушылардың дауысын ескере отырып, біздер әдіс-тәсілдерімізді өзгерттік. Сонымен қатар Action Research біздің кәсіби дамуымызға команданың жұмысын маңыздылығын көрсетті. Жобаға бірінші жылы қатысқан мектептер бір жыл ішінде жүргізген зерттеу жұмыстарының қорытындыларын рефлексивті бейнеролик пен есеп түрінде ұсынды. Аталған жұмыстар Назарбаев зияткерлік мектептерінің зерттеу бойынша сайтында жарияланған және барлық тараптарға қолжетімді. Бұл жоба кәсіби дамуға үлкен серпін беріп, мектепте деректерге негізделген мәдениетті қалыптастырды. Проект усилил коллаборацию между педагогами разных методических объединений. Это позволило нам узнать ближе друг друга и также сказалось на том, как мы формируем общую профессиональную культуру в школе. Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі орта техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасына сәйкес Назарбаев зияткерлік мектептері 2025 жылдың қараша айынан бастап жоба аясында меңгерген әдістері мен жинақталған тәжірибесін жалпы орта білім беретін мектептермен бөлісіп, әдістемелік қолдау көрсетеді. Бұл мақсатта Астана қаласы мен облыстардан 40 мектеп іріктелініп алынды. Бұл жоба мұғалімдер өз тәжірибесін зерттеу кезінде оқу және оқыту процесінде нақты және тұрақты өзгерістер мүмкін бола алатынын дәлелдеді.
алдағы уақытта жобаға қатысушы мектептердің құрамымен елімізде алғаш рет іс-әрекеттегі зерттеу Action Research қауымдастығын құру жоспарлануда. So overall, the idea is that this will produce a network, a growing network of schools that will have the knowledge, the understanding, the skills and the capacity to use action research to drive improvements, to bring about deep and sustained improvements. Іс-әрекеттегі зерттеу тәсілі білім беру сапасын арттыру мен педагогтердің кәсіби дамуының тиімді құралы. Бұл жоба зерттеуші мектеп мәдениетін қалыптастырып, мұғалімдердің әлеуетін арттыруға зор мүмкіндік береді. Сондықтан барлық мектептерді осы маңызды бастаманың бір бөлігі болуға шақырамыз.